Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы сәби сабынның денесін жасап үйренетін боламын. Яғни қандай себеп керектігін сіздерге айтатын боламын. Кеттік достар, ең алдымен бізге мыңнай основаның ақ түрі керек болады. Осыны қазір ертіп аламыз. Және де мен мұнда формаға сәбидің шапкасы мен трусигін дайындап қойдым. Қазір кезекте осының денесін жасайтын боламын. Видеомды бастамас бұрын сіздерге керемет каналмен таныстырғым келіп отыр. Каналдың аты Балжан тағам. Бұл канал футбол каналы. Яғни мұнда керемет өте қарапайым жасалатын тамақ түрлерімен, өте тез жасалатын десерттермен бөліседі. Каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Мен осы каналдан өзім отбасыма осындай әдемі пончиктерді, кекстерді мен жасап бердім. Өте оңай жасалатын тамақ түрлері. Тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Мен основамды ертіп алып келдім. Енді кезекте свет қосатын боламыз. Мен осындай свет қосамын. Яғни осындай светтерді қосу туралы менің каналымда толық ақпарат айтылады. Менің каналымда бақылап жүріңіздер. Келіп араластырып отырамыз. Негізі осындай сабындарға арналған өзінің светтері болады. Сондай светтерден 2 капля тамызсаңыздар светі шығады. Яғни біздің қожамыздың светіне ұқсас свет шығаратын боламыз. Дұрыстап араластырып алайық. Міне достар, мен араластырдым. Дене светіне ұқсас келді. Енді кезекте дайын тұрған сәбиіміздің құямыз. Ең алдымен спиртін шашып аламыз. Осылай етіп спирттің көмегімен осылай мына бетіне дейін толтырып құйшамыз. Көпіргіштері болса, спирттің көмегімен шашып жібереміз. Енді кезекте қатқанын күтетін боламыз. Міне қыздар, менде мына жерде қыттай ағып кетті. Қазір қатқаннан кейін алып жіберетін боламыз. Міне достар, кепті. Осы артық жерлерін алып тастаймыз. Енді кезекте қалған астыңғы жағын светін құятын боламыз. Көпірген жерін шашып жібереміз. Енді кезекте қатқанын күтетін боламыз. Міне достар, қатты. Енді алып көреміз. Вау, класс.
Достар, мындай камушкалар болмоо үчүн дурустап аралаштыруу керек болот. Міне, сәбидің денесін осылай жасаймыз. Осындай да сәби жасауға денесін. Әртүрлі алып істесеңдер болады. Ашық светті қалыпта.